Бүгін сіздермен гуйру лағман дайындаймыз. Бізге керекті заттар: полугоркий перец, менде қызыл және жасыл түрі. Ет, жылқының етін маринадтап алдық. Пияз, бір пияз, пекин капуста. Пекин капустаның тек қатты жерлерін ғана аласыздар, және оны мындай жұқалықта турап аласыздар. Томат, аджика, мында 3 чеснок, қара бұрыш, паприка, әші бұрыш, тұз, сонымен қатар соевый сос, одан кейін су. Азырақ суға крахмал қосып араластырып қоясыздар. Барлық лағман заттарын салып қуырып болғаннан кейін осы крахмал суын құясыздар. Бұл не үшін? Лағманға қосқан мына бұрыштар өзінің түсін сақтау үшін қосылады. Ал кеттік, дайындаймыз. Етімізді маринадтаймыз. Менде 400 грамм жылқы еті. Бұны лағманға, салатқа қолдансаңыз болады. Мұнда крахмал және соевый соус. 400 грамм етке 1 ас қасық крахмал және де 2 ас қасық соевый соусты қосамыз. Етімізді кішкене тұздаймыз. Мен алдын тұздап қойғам, сол үшін қазір тұздамайын. Осыны араластырып, жақсылап холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін тағамға, салатқа қоса берсеңіздер болады. Гуйру лағманымыз дайын болды. Ас болсын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.